Ассаламу алейкум, құрметті достар. Осы елімізде көп қабатты үйлерде болып жатқан өрттердің бірде-бір себебі осы зарядталғыш қондырғылар және де тоқтардың тұйықталуының арқасында елімізде көптеген өрттер болып жатыр. Сол үшін келесі видеоны көріп кетіңіздер. Она горит! Горит, Олег! Ал достар, жаңағы видеодан өздеріңіз көріп кеттіңіздер. Өрттің шығу себебі сымның тұйықталуынан, өздеріңіз көрдіңіздер, сымның тұйықталуынан шықты. Енді осындай өрттер, оқиғалар болмау үшін не істеу керек? Келесі видеода көріңіздер. Почему, выходя из дома, нужно обязательно выключать зарядку? Дело в том, что зарядка во включенном состоянии продолжает пропускать через себя ток, тем самым создавая микротрещины, что в итоге может привести к замыканию, а это уже проблемы абсолютно другого характера. Поэтому, когда выходите из дома, обязательно выключайте зарядку. И вторую тоже. Жаңағы видеода өздеріңіз көріп кеттіңіздер, қабатты үйлерде тудыратын себептердің бірде-бір белгілері. Және де өзімнің қосып айтып кететіндерім бар сіздерге. Және электр қондырғыларды үйде асыра пайдаланмаңыздар. Ол да бір осы өрттің осындай оқиға алып келеді ертең. Жақсы, онда өрт қауіпсіздігін сақтаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Елімізде төтенше жағдайлар болмасын. Жақсы, онда. Жаным осы жаман қыздарға еріп ешқашан бөлінбеймін.